Ардақты алталашым, қасқыр мінез қазағым, амансыздар ма? Жау қолынан жағасы жыртылмаған қасиетті қазақ елі. Бірлігіміз бен теңдігіміз мына біз бен сіздердің қолдарыңызда. Еліміздің тыныштығын ешкім бұза алмайды, және олай болмайды да. Қазіргі елімізде болып жатқан жағдайға байланысты халқымызды, жұртымызды сабырлыққа шақырып, жалған ақпараттарға сенбеуіңізді және ол басқаларға таратып болуыңызды сұраймыз. Халқымызға сенім артып, өзара ауызбіршілігін сақтап, бөлінбей, коменданттық сағатты еске алып, ұмытпауымыз керек. Еліміздің жарқын болашағы алда. Біздің күшіміз бірлікте. Құрметті қазақстандықтар, сіздерді елімізде болып жатқан жағдайларға байланысты сабырлыққа шақырамыз. Және де отбасыңызға тыныштық пен бірлікті тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Күшіміз бірлікте. Қаза болған кісілердің отбасына қайғыра көңіл айтамыз. Еліміздің егемендігі мәңгі, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Қазақ елім, әрқашан амандығын тілерме. Елімізде егемендік әрбір қазақ қолында екенін ұмытпайық. Қазақ жерінің тыныштығы тынық мұхитының үніндей тынықта болсын. Еліміздің егемендігі мәңгі, тәуелсіздігіміз тұғырлы, берік болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біз халықты сабырға шақырып, билік тарапынан жасалып жатқан барлық шараларға түсінікпен қарап қолдау білдіреміз. Біздің күшіміз бірлікте. Еліміздегі жағдай әр азаматты толғандырып отырғаны сөзсіз. Азаматтардың өмірі қыршынына қайылды, бейбіт өміріне қауіп төнді. Сондықтан еліміздің қалыпты жағдайға оралуына тілектеспіз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ел ішіндегі бірлікті тек бірлік арқылы ғана жеңе аламыз. Ел басына қандай күн туса да, бірлігіміз бекем болуы тиіс. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Күшіміз бірлікте. Жүрегіміз қаған білгеміз, құламаған елміз мүлдеміз. Көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қараң қазақ бері біргеміз, құламаған елміз мүлдеміз. Әлі бізде алар